Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен сендерге көкөністер мен жемістер туралы айтып беремін. Қане, тыңдаңдар. Мынау алма. Алма қызыл, жұмсақ, дәмді, әрі пайдалы. Мынау жүзім. Жүзім дәмді, жасыл, әрі жұмсақ. Ал мынау алмұрт. Ол жасыл, қызғылт болады. Ол өте дәмді, әрі жұмсақ. Ал мынау өрік. Ол сары, сарғыш болады. Ол өте дәмді, әрі жұмсақ. Ал мынау картоп. Ол қоңыр, қатты, бірақ дәмді. Ал мынау қызанақ. Ол қызыл, жұмсақ, әрі дәмді. Мынау сәбіз. Ол өте дәмді. Ол қызғылт және қатты. Мен сәбізді жақсы көремін. Ал мынау бұрыш. Ол сары, қызыл, жасыл болады. Ол жұмсақ, әрі дәмді. Ал балалар, жемістер мен көкөністер қандай болады? Қане, кім айтады?